Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарың қалай? Жақсы. Отырмын. Сыныпта кім жоқ? Сыныпта бүгін Мұхамедияр мен Адия жоқ. Олардың келмеуінің себебін білесіңдер ме? Апай, менің ойымша олар тағы да бірдеңе бүлдіріп. Шыдай сен. Адия, не істеп жатсың? Мен шырайды атпақшымын. Адия, сен шын писалет пен очық писалетті шатастырып алған сияқтысың. Онда ертең мылтыққа келіп бер. Адия, бұл не қылығың? Мен саған 2 талап қоямын. Біріншісі, видеоны өшіресің, немесе мектептен шығасың. Апай, мен оны қалай ұлдап кетем? Оны Шырай істеген. Шырайдың телефонында қараңызшы, ол да видео тұр ғой. Мен қалай өшірем, апай? Сен неге сабаққа кеш жүрсің? Мұғалім сізді директор шақырып жатыр. Жақсы. Балалар, сендер тыныш отырыңдар, мен қыз келем. Адия, мен саған бірдеңе айтуым керекпін. Я білем, ол видеоны сен емес, мен түсірдім, так что мені кешір. Кешірем. Сонда бәрін істеген Шырай екен ғой. Мен бұл туралы өзім апайға жеке айтатын боламын. Жарайды. Балалар, сендерге не болған? Апай, не болды? Сендерден кесірлерінен мен мектептен шығарып жатыр, білесіңдер ме? 1 жылдық еңбегім зая кетті. Сендердің айтқан алғыстарың осы ма? Мейлі мектеп оқушыларына жалынды сәлем. Я, өздеріңіз білетіндей, біздің ауылдан келген бала атты сериалымыз 1-ші бөлімі 1-ші орында тұр. Ал 2-ші бөлімі 2-ші орында тұр. Сіздерге сәттілік тілейміз. Біз сіздерді батылға шақырамыз. Біздің көрсеткішке жете аласыздар деген ойдамын. Данияр, сен неге өйтіп ойлайсың? Олар бәрі жете алмайды. Сендердің кесірлерімен мені кеткен еңбегім зая кеткен ме айтқан.